Жеміс-жидек құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер өте көп. Солардың ішінде бананның адам ағзасына 22 түрлі пайдасына тоқталып өтейік. Бірінші, банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Екінші, банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде де банан ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Үшінші, сүйектерді қатайтады. Бананның арқасында адам ағзасындағы кальций жиналып тұрады. Төртінші, ішек микрофлорасын жақсартады. Бесінші, іш қату. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Алтыншы, банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден бір себеп. Жетінші, асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныштық қабатын түзеді. Сегізінші, диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Тоғызыншы, көп жүрі физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшықеттерінен сақтайтын қасиеті бар. Оныншы, ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. 11-ші, энергия көзі. 12-ші, ас қорытуды жақсартады. 13-ші, әйелдер үшін бананның құрамында серотион және басқа да пайдалы заттар итеккір кезінде және оның симптомдарын жеңілдететін, бұрынғыдан да қарағанда қолайлырақ етуге көмектеседі. 14-ші, анемия. Қаназдар үшін банан таптырмайтын тағам. 15-ші, жүрек айну. 16-ші, иммунитет. Бананда бар антиоксидандар және амин қышқылдары ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғаныштық қасиеттен, яғни иммунитетті жоғарылатады. 17-ші, бүйрек. Банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. 18-ші, жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілер токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. 19-ші, жәндіктерді шаққандағы құшу. Бананның қабығы жәндіктерді шаққаннан кейін пайда болатын құшынуға жақсы көмектеседі. 20-ші, ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажетті кезінде төмендету қабілеті бар. 21-ші, шылым шегуді қою. Никотинді тәуелділікті құтылып келе жатқан адамдар үшін банан жеу өте пайдалы. 22-ші, ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшерде кальций адамды жаңа ақпарат алып, танып, білім жағынан қолайлы жағдай жасай алады. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтиханға дайындалу кезінде таптырмайтын құрал.